Саламатсыздар балалар. Біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы өсімдіктердегі спорогенез және гаметогенез. Негізгі ұғымдар: гаметогенез, көбею, өсу, овогенез, сперматогенез, пісіп жетілу деген ұғымдарға тоқталамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, гүлді өсімдіктерде гаметалардың пісіп жетілуі. Енді осы гаметалар қалай пісіп жетіледі, гаметофиттер қалай пісіп жетіледі екен, соның сызбасымен танысайық. Өсімдіктерде жыныс жасушалардың даму процесі екі кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең спорогенез, гаплоид жасушалардың түзілуімен, споралардың түзілуімен аяқталады. Екінші кезең гаметогенез, онда жетілген гаметалар түзіледі. Спорогенез гаплоид жасушалардың түзілу, яғни споралар түзіледі, миоз процесс жүреді. Бұл микрогаметаның түзілуі. Микроспорогенез деп аталады. Өсімдіктің аналық бөлігінде құрылымы мегаспора деп аталады. Ол түзілу процесі микроспорогенез деп аталады. Макроспорогенез деп аталады. Гаметогенез, онда жетілген гаметалардың түзіледі, митоз жүреді. Өсімдіктерде аналық жыныс жасушалардың түзілуі мегагаметогенез деп аталады. Осы үдеріс аналық безінде жүреді. Алдыңғы үдеріс мегаспорогенез. Нәтижесінде аналық жасушаның мегаспорасының екі рет миоздық бөліну арқылы 4 мегаспора түзіледі. Түзілген мегаспоралар біреуі митоз жолымен 3 рет бөлінеді. Нәтижесінде аналық гаметофит деп аталатын 8 ядросы бар эмбрион қапшығы пайда болады. Аналық жыныс жасушаларының даму түйінде жүріледі. Жабық тұқымды өсімдіктердің түйінде археосфоралар деп аталатын жасушалар пайда болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, бірінші аталық гаметофиттің түзілуіне тоқталайық. Миоз бөлінуменен екі рет бөліну нәтижесінде жасушада гаплоид жиынтығы бар 4 жасуша пайда болады. Оның біреуі бірінші митоздық бөлінуге өтеді, бірінші митоздық бөлінуге өтеді. Осының нәтижесінде вегетативті және генеративтік жасушалар деп аталатын екі жасуша пайда болады. Вегетативтік және генеративтік жасушалар. Осыдан кейін вегетативтік жасушалар бөлінбейді, онда көректік заттар жиналады. Ол көректік заттар кейіннен генеративтік жасушалардың бөлініп дамуына жағдай жасайды. Генеративтік жасушаның бөлінуіне жағдай жасайды бұлар. Осының нәтижесінде генеративтік жасуша тағы да бөлінеді. Бөліну нәтижесінде қозғала алмайтын сферми деп аталатын аталық екі жыныс жасуша түзіледі. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, аталық екі жыныс жасуша түзіледі. Гаплоид хромосома жиынтығы бар бір спорадан митоз жолымен екі рет бөліну нәтижесінде 3 жасуша түзіледі. Олардың екеуі сферми, біреуі вегетативтік жасуша. Түзілген спермның біреуі гаплоид жиынтығы бар жұмыртқа жасушасына, екіншісі диплоид жиынтығы бар орталық жасушаны ұрықтандыруға дайын. Енді аналық гаметофиттің дамуын қарастырайық. Аналық гаметофиттің
мына өздеріңіз көріп тұрғандай миоз бөліну нәтижесінде екі n жасуша 4 жасуша пайда болады. 4 жасуша түзіледі. Олар 4-4-тен топтасып спораларының аналық жасушалар тетраэдр деп аталады. Аналық жасуша тетраэдр деп аталады. Енді осы пісіп тетрадалар жеке жасушалар бөлініп, олардың үшеуі тіршілігін жояды. Қалған жарамды біреуі ары қарай 3 рет митоздық жолмен бөлінеді. Міне, бірінші рет митоз жол, екінші реттік митоз жол, үшінші реттік митоз жол. Митоз жолмен 3 рет бөліну нәтижесінде ұрық қалтасында гаплоид жиынтығы бар. Және 1/8 ядра немесе жасуша түзіледі. Олардың біреуі ғана жұмыртқа жасушасын айланады, 5-еуі ұрық қапшығын түзеді, ал қалған гаплоид жиынтығы бар 2-еуі қосылып, диплоид жиынтығы бар орталық жасушаға айналады. Нәтижесінде гаплоид және диплоид жиынтығы бар орталық жасуша ұрықтануға дайын болады. Міне енді балалар, біз оның қалай ұрықтанғанын қарастырайық. Осы жаңа аталық жасушада 2 сферма пайда болды. Аналық жасушасында 8 жасушаның 2-еуі қосылып орталық жасушаны түзеді, біреу ұрықтануға қатысады, 5-еуі ұрық қабықшасын түзеді дедік. Енді орталық сферманың 2-еуінің біреу орталық жасушаға қосылады, бар жұмыртқа жасушасына қосылды, міне жұмыртқа жасушасына. Екіншісі диплоид жиынтығы бар, орталық жасушасын ұрықтандырады. Диплоид жасушасы бар, орталық жасушаны ұрықтандырады. Нәтижесінде диплоид жиынтығы бар зигота түзіледі. Және триплоид жиынтығы бар жасуша түзіледі. Осы триплоид жиынтығы бар жасушадан дамып келе жатқан ұрықтың көректік заты болатын эндосферма түзіледі. Міне. Эндосферманың құрамында органикалық заттар, майлар, нәруздар, көмірсулар болады. Осындай бір мезгілде эксферманың 2 жасушаны ұрықтандыру гүлді өсімдіктерде қосарлану ұрықтану деп аталады. Жабық тұқымды өсімдіктерде өтетін бұл процесті алғаш рет орыс цитолог Навашин 1898 жылы ашқан, 1915 жылы эндосферманың триплоид жиынтығы болатынын оның баласы Навашин ашты. Сондықтан гүлді өсімдіктердің қосарлана ұрықтану үдерісі деп айтамыз. Енді тасырма балалар. Мына жерде жаңа қосарлана гүлді өсімдіктің ұрықтану туралы жаңа айттық, соның суреті тұр. Мынау берілген сызбада гаметофиттің даму циклін көрсетіңіздер. Жақсы, өздеріңіз тексере қойыңыздар. Гаметофиттің даму циклі. Қателеріңіз болса түзетіңіздер.